Сәлемсіздер, мен оп-оңай математика каналы. Сіздерге 7-ші сыныптың функция тақырыбын түсіндіретін боламын. Ең алдымен өмірде қарапайым мысал келтірейін. Бізде функцияда тәуелді және тәуелсіз айнымалы деген ұғым бар. Оларды түсіндіру үшін өмірден мысал келтіріп отырмын. Мен магазинге барамын. Магазинге барған уақытта мен белгілі бір зат сатып аламын. Мысалы, қант делік. Қант сатып алу үшін мен 1 килограмм қанттың құнын білуім керекпін. Егер де 1 килограмм қант 100 теңге тұратын болса, 2 килограмм қант қанша теңге тұрады? 200 теңге тұрады. 4 килограмм қант 400 теңге тұрады. Енді осы жерден мен жалпы құнды S деп белгілейін, ал килограммды N деп белгілейін. Ал бізде тұрақты баға, яғни 1 килограмм қанттың бағасы 100 теңге болсын. 1 килограмм қанттың бағасы 100 теңге. Енді қараңыздар, бұл жерде біз қандай тәуелсіз және тәуелді айнымалыны көріп тұрмыз. Тәуелсіз, тәуелді шамаларды көріп тұрмыз. Яғни, бұл жерде жалпы бағамыз бізде тұрақты бағаға килограмм санын көбейткенге шығады. Бұл жерде сонда біз қанша килограмм алып жатқанымызға байланысты біздің мына жалпы сумма қанша төлейтініміз өзгеріп отырады. Яғни біз 2 килограмм алсақ 200 теңге, 4 килограмм алсақ 400 теңге көбейіп жатыр, я? Яғни біздің жалпы төлейтін суммамыз өзгеріп жатыр. Яғни бұл тәуелді. Неге тәуелді? Біздің қанша килограмм алатынымызға тәуелді. Яғни қанша килограмм алсаң, сонша төлейсің. Бұл жерде N-іміз бізде тәуелсіз. Алсы жалпы төлейтін суммамыз ол тәуелді. Яғни тәуелді, тәуелсіз екен түсіндік қой, я? Енді бізде А бізде 100, сонда мынандай өрнек шығады. 100 көбейтілген N деген өрнек шығады. Енді осы жерден мен функцияның берілгенін жазғым келіп тұр. Енді осы жерден мен функцияның берілгенін жазғым келіп тұр. Функцияның жазылуы бізде y тең x-тен f деп жазылады. Оқылуы y тең x-тен f. Яғни бұл жерде y бізде тәуелді айнымалы, x бізде тәуелсіз айнымалы немесе аргумент. Яғни x-қа қандай мән берсек, y-та солай өзгеріп отырады. Яғни x-ның шамасына қарай өзгеріп отырады. Сонда y бізде тәуелді айнымалы, x тәуелсіз айнымалы. Енді функцияның берілгенін білсек, осы функция тақырыбына байланысты есептерді шығарайық. Үште бірінші есепте x-тен f, 2x минус 5 функциясының мәндерін x тең минус 2, минус 1, 0, 1, 2 болғанда анықтаңдар. Яғни біз x-тің орнына берілген сандарды қойып, функцияның мәнін табуымыз керек. Үште бірінші есеп. Біріншісі бізде минус 2-ні қоямын. 2 көбейтілген минус 2, яғни x-тің орнына мына минус 2-ні қойып жатыр. Минус 5. 2 көбейтілген минус 2 бізде минус 4. Минус 4 минус 5 бізде минус 9 болады. Екінші. Енді x-тің орнына мен минус 1-ді қоям. 2 көбейтілген минус 1 минус 5. 2-ні минус 1-ге көбейтсем бізде минус 2, оны білеміз, я? Минус 2 минус 5 тең минус 7. Үшінші. 0-ді қоямыз. 2 көбейтілген 0 бізде 0-ді береді. 0 минус 5 тең минус 5. Төртінші. X-тің орнына біз 1-ді қоямыз. 2 көбейтілген 1 минус 5, 2 минус 5 тең минус 3. Келесі бізде
x'тің орнына 2-ні қоямын, я. 2 көбейтілген 2 минус 5 тең 4 минус 5. 4 минус 5 минус 1-ге тең. Яғни мен мына x'тің орнына, мына жерде x'тің орнына нені қойып жатырмын? Мына сандардың барлығын қойып жатырмын. Кезек-кезек барлығын қойып жатырмын. Түсінікті болса, келесі есепті шығарайық. Келесі есеп бізде 3-2. Бұл жерде енді аргументтің мәні. Аргумент дегеніміз бізде x еді. Яғни x-ті табуым үшін мен мына төменде берілген сандардың барлығын мына функцияға теңестірем. Мысалы, біріншісі бізде fx тең 2x минус 5. Біріншісі 2x минус 5-ті, бірінші сан бізде 3, 3-ке теңестірем, 2x тең минус 5-ті мына жаққа жіберсем таңбасы ауысады, 3 плюс 5 болады. 3 плюс 5 дегеніміз 8, x тең 2 көбейтіліп тұр, оң жаққа өтсе бөлу, 8-ді 2-ге бөлсем тең 4. X-тің мәні 4. Енді екіншісінде мен минус 1-ге теңестірем. Минус 1-ге теңестірсем 2x тең минус 5 мына жаққа өтсе плюс 5. Сонда минус 1 плюс 5 бізде қандай санды береді? 4-ті береді. X тең 4 бөлінген 2 бізде 2-ге тең. Келесі есеп. Келесі 0-ге теңестірем, я? 2x минус 5 үшіншісінде тең 0, 2x тең 0. Мына минус 5 оң жаққа өтсе плюс 5 болады, 0 қосылған 5, 5, 2x тең 5, x тең 5-ті 2-ге бөліп жерем, я? Жаңа айттым, 5-ті 2-ге бөлем, 2 өйткені сол жақта тұр. 5-ті 2-ге бөлсем 2,5. Келесі, төртіншісі мен 10-ға теңестірем. 2x минус 5 тең 10. 10 оң жаққа, минус 5 сол жаққа тұр. Оң жаққа өтсе плюс 5 болады. 2x тең 10 плюс 5, 15. 2x тең 15, x тең 7,5. Яғни 15-ті 2-ге бөліп жатырмын, я? 2 сол жақта тұр, x-тің өзін сол жаққа қалдырып, оң жаққа өткізсем 2-ні 2, 15-ге бөлінеді.